Сәлем достар, мен бүгін сіздерге ең жақсы кино деген Оскар жүлдесімен марапатталған оңтүстік Корея елінің 2019 жылы шыққан Паразиты деген киносын қысқаша мазмұндап беретін боламын. Соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Киноның басында бір отбасын көрсетеді. Олар жертөледе тұратын, интернет желісіне көршілері арқылы кіріп отыратын, пиццаның қораптарын жасаумен айналысатын кедей отбасы екен. Кешке қарай барлығы үйлерінде отырғанда сол үйдің баласының, яғни Кевудың досы келеді. Оның атасы осы үйге береке әкеледі деп бір тасты беріп жіберіпті. Кейін Кеву мен досы екеуі әңгімелесіп отырғанда, досы оған өзінің Дая деген оқушысын көрсетіп, өзінің орнына сабақ бере тұруын ұсынады. Досы Даяны ұнатып қалыпты. Өзі жұмыс барысымен шетелге барып келгенше Кевудың Даяны бір жағынан қарай тұрады деп ойлаған екен. Солай оның әпкесі оған өтірік құжаттар жасап беріп, ол Даяның үйіне жұмысқа өзін ұсынуға барады. Оның үйі зәулім сарайда екен. Ол өзін үйдің иесіне Кевин деп таныстырады. Даяның анасы Пак ханым оны бүгін тексермекші ойда бірден сабақ өтуді бастап кетіп, өзі солардың қасында бақылап отырады. Солай ол Даяның анасына мұғалім ретінде ұнап қалып, оны жұмысқа алатын болып шешеді. Сол үйдің Дасонг деген кішкентай баласы сурет салуға қызығады екен. Анасы оның сурет сабағынан бірнеше мұғалімді ауыстырғанын айтады. Сол кезде Кевудың ойына өзінің әпкесі келеді. Ол Пак ханымға әпкесін ағасының группаласы деп мақтап, кейін оны осы үйге алып келіп, оны Джессика деп таныстырады. Кеву мен Дая сабақ өтіп жатқанда екеуінің бір-біріне сезімі ашылып кетеді. Джон Дасонгтың анасына оның салған суретін көрсетеді. Ол Дасонгта бірінші сыныпта бір жағдай болғандығын байқағандығын айтып, Дасонгта шизофрениялық белгілер бар екендігін айтады. Анасы оны естіп қобалжып кетеді. Джон оған уайымдамауын айтып, Дасонгпен аптасына 4 рет 2 сағаттық сабақ өту керегін, және онымен психологиялық жағынан да жұмыс жасайтынын айтып, жоғары мөлшердегі жалақы керек екенін айтады. Анасы оған әрине келіседі. Сол кезде үйге Дасонгтың әкесі келеді. Ол жүргізушісіне Джонды үйіне апарып тастауын сұрайды. Жолда келе жатқанда Джон өзінің іш киімін шешіп көлікке тастап кетеді. Пак мырза көлікте отырғанда оны тауып алады да әйеліне көрсетіп, жүргізушіні жұмыстан шығару керек екенін айтады. Оның барлығын Джон естіп тұрады. Кейін үйіне шығарда Пак ханым мен жүргізуші жайлы әңгіме қозғалады. Сол кезде ол өзінің әкесін Ким деп таныстырып, жүргізушілікке ұсынады. Демек, алдыңғы іш киімін тастағаны осы үшін құрастырылған жоспар болған екен. Солай аңқау Пак ханым оған да келісімін береді. Енді кезекте олардың жоспары үй қызметшісін жұмыстан шығарып, өз аналарын кіргізіп алу болады. Кевуға Дая үй қызметшісінің өрікке аллергиясы бар екенін айтқан екен. Кеву болса соны пайдаланып, әлгі үй қызметшісінің үстіне өріктің үгітінділерін шашып жібереді. Сөйтіп, үй қызметшісі Мункван ауруханаға келіп отырғанда, Кевудың әкесі оның жанына келіп, оны суретке түсіріп алады да Пак ханымға көрсетіп, үй қызметшісінің телефоннан біреуге туберкулезбен ауыратыны жайлы айтып жатқанын естіп қалғандығын айтады. Оның барлығы Кевудың құрған сценарийі екен. Кевудың әкесі мен Пак ханым үйге жақындап қалғанда, Джон үй қызметшісінің үстіне тағы да өріктің үгітіндісін сеуіп қояды. Сол кезде үйдің қызметшісі жөтеліп бастағанда Пак ханым кіріп қалады. Сөйтіп, ол жүргізушісіне үй қызметшісін жұмыстан шығаратынын айтып, солай үй қызметшісін де жұмыстан босатады. Осы кезде үй қызметшісін аяп кеткенім айып. Кейін Ким мырза мен Пак мырза көлікте кетіп бара жатқанда үй қызметшісі жайлы әңгіме қозғалады. Сол сәтті пайдаланып, Ким мырза өзінің әйелін ұсынбақшы ойда, оған жалған фирманың визит карточкасын береді. Солай аналарын да үй қызметшісі қылып жұмысқа кіргізіп қояды. Бір күні Даяның отбасы Дасонгтың туған күнін тойлауға пикникқа кетеді. Олар жоқ кезде Кеву отбасымен осы үйге өз үйлері секілді қоныстанып алады. Кешке барлығы әңгімелесіп, ішімдік ішіп отырғанда, Кевудың Даямен кездесіп жүргендігі белгілі болады. Солай барлығы мәз
мәз-мейрам болып отырғанда үйдің есігіне біреу қоңырау шалады. Ол бұрынғы үй қызметшісі екен. Кетер кезде өзінің бір затын жертөледе қалдырып кеткенін айтады да жертөлеге кіріп кетеді. Оның соңынан Кивудың анасы кіргенде үй қызметшісінің жертөледен де төмендегі бір жерге кіріп бара жатқанын көріп, соңынан барғанда бір ер адамды көреді. Ол әлгі үй қызметшісінің, яғни Мункванның О Консе деген күйеуі екен. Ол несиесін төлей алмай қарызға батып, 4 жыл бұрын тұратын жерлері болмағасын осында келіп тығылып қалыпты. Кивудың анасы оларға полиция шақыратынын айтқанда, үй қызметшісі оған азғантай ақша ұсынып, егер күйеуіне 2 күн сайын тамақ беріп тұрса, ай сайын осыншама ақша беріп тұратынын айтады. Сол кезде арғы жақта тығылып, бұларды тыңдап тұрған Ке Джон, Киву және олардың әкелері құлап түседі. Мункван оларды көріп қалып видеоға түсіріп алады да, сол видеоны үйдің иесіне жіберетінін айтып, қорқытып, күйеуін сыртқа шығарып алады. Кейін олар қолдарын көтеріп екеуіне қарап тұрғанда, кенеттен барлығы телефонға таласып кетеді. Үй ішінің барлығы астан кестені шығып, бір-бірімен алысып жатқанда тағы да біреу телефонға қоңырау шалады. Ол үйдің иелері екен. Олар үйде 8 минуттан кейін болатынын, келгенше Дасонгтың сүйікті тағамын пісіріп қоюын бұйырады. Пикникқа барған жерлерін су басып, олар үйлеріне кейін қайтып келе жатыр екен. Солай олар тезірек үйді жинап, үйдің қызметшісі мен күйеуін жертөлеге сүйреп ала жөнеледі. Үйдің иелері келгенде үйдің қызметшісі жүгіріп сыртқа шықпақшы болғанда, Кивудың анасы оны бір теуіп, ол баспалдақтан жерге құлап түседі. Пак ханым Кивудың анасына Дасонгтың 6 жасында үйде аруақ көргендігін айтады. Яғни үй қызметшісінің күйеуін көрген екен. Дасонгтың сол кезде ұстамасы ұстап, солай қатты шошыныпты. Содан бері олар Дасонгтың туған күнін басқа жаққа барып тойлайтынын айтады. Кейін Кивудың әкесі Киву, Ке Джон үшеуі үйден шықпақшы болғанда, Дасонг жүгіріп даладағы шалашына барып отырып алады. Сол кезде олар үстелдің астына тығылып қалады. Дасонгтың соңынан әкесі мен анасы шығып, шалаштың жақсы көрініп тұруы үшін қонақ бөлмесіне ұйықтап демалатын болып шешеді де сонда ұйықтап қалады. Сол кезде Пак мырза жүргізушісінің үстінен сасық бір иіс шығатынын, сол иістің қазірде шығып тұрғанын айтады. Ким мырза болса оны естіп бір түрлі болып қалады. Кейін олардың ұйықтағандарын көріп, үшеуі үстелдің астынан сыртқа шығып, жаңбырдың астында үйлеріне қарай бара жатқанда, әрі қарай не істейтіндерін айтып ойланғанда, әкелері барлығын өзі реттейтінін айтады. Солай үйлеріне келгенде үйдің іші су басып кеткенін көреді. Үйдің астындағы бункердегі үй қызметшісі болса күйеуіне басының ауырып тұрғанын, жан-жағынан ештеңені көрінбей тұрғанын айтып, есінен танып қалады. Күйеуі жарықты өшіріп, жағатынды қайта басып көмекке шақырмақшы болады. Киву мен әкесі судан зардап шеккен адамдармен бірге спорт залда жатады. Киву досы сыйлаған тасты өзімен бірге құшақтап, ол таспен байланысы бар екенін айтып, болған жағдайдың барлығын өзі ретке келтіретінін айтады. Келесі күні Дасонгтың туған күніне Ке Джон мен Кивуды да шақырады. Туған күн болып жатқанда Киву тасты алып бункерге түскенде, тасы баспалдақтан төмен жаққа құлап түседі. Солай ол астына түсіп, біреуді көргендей болып сол жаққа бара жатқанда, үй қызметшісінің күйеуі оның мойнына жібіліп сүйреп ала жөнеледі. Сөйтіп оны әлгі таспен ұрмақшы болады. Киву одан қашып кетіп сыртқа шығуға ұмтылғанда, ол соңынан жетіп алып тасты үстіне лақтыра салады. Сыртта болса барлығы туған күнді мәз-мейрам болып тойлап жатады. Кивудың басы болса қан болып ол жерде жатады. Үй қызметшісінің күйеуі оның басын тағы да таспен бір ұрып, өзі сыртқа шығады да қолына пышақ алып қонақтарға қарай барады. Ке Джон тәтті бәлішті алып Дасонгқа апара жатқанда, ол Ке Джонға қарай жүгіріп пышақты оған сұғып алады. Оны көріп Дасонг талып жерге құлап, барлығы шулап айғайлай жөнеледі. Ке Джонды анасы көріп үй қызметшісінің күйеуіне қарай балтамен ұмтылады. Әкесі болса қызының пышақ кірген жерін жауып әлек болып жатқанда, Кивуды қан болып дая арқасына іліп сүйреп бара жатқанын көреді. Дасонгтың ата-анасы Ким мырзаға тезірек көліктің кілтін лақтыруын сұрайды. Ол кілтті лақтырғанда оның үстіне Кивудың анасы құлап, үй қызметшісінің күйеуіне шампураны тығып сұғып жібереді.
Пак мырза оның астынан кілтті алып, оның үстінен де иіс шыққасын мұрнын жауып кетіп бара жатқанда, Ким мырза оған жүгіріп барып пышақты сұғып жібереді. Болып жатқан көріністерден кейін есі ауысып кеткен секілді. Барлығы оған қарап тұрғанда, ол өзін түсінбей қашып кетеді. Кейін Киву ауруханада есін жиып оянғанда, оған тергеуші мен дәрігерлер қарап тұрады. Ол болса оларға қарап жайдан жай күле бастайды. Ол тіпті сотта да Кеджонның өліп қалғанын естігенде де жүзіне күлкі ұялай береді. Бірақ үйіне келіп бір жаңалықты көргенде ол күлмей қалады. Жаңалықта Пак мырзаның өлгені жайлы, оны өлтірген Ким мырза болса, із-түссіз жоғалып кеткені жайлы айтып жатады. Тіпті Киву мен анасы да оның қайда кеткенін білмейді екен. Киву кейде тауға мініп Даяның үйіне қарап отырған екен. Сөйтіп ол шамның қайта-қайта жанып сөніп тұрғанын байқап, оны не мағына білдіретінін жазып ойлана бастайды. Ол оның әкесі болып шығады. Ол үй қызметшісінің күйеуі тығылған бункерге тығылып қалыпты. Ол Кивуға хат жазған екен. Хатта Кивудың қал жағдайын сұрап, өзінің туған күн болған жағдайды әлі түсі секілді көретінін және өзінің бункерге барып тығылғанын жазыпты. Кейін үй қызметшісін сыртқа шығарып жерлегенін, сол үйді кейін шетелден келген адамдар сатып алғанын, онда үлкендер жұмыс істеп, балалары болса үйлерінде көбінесе бола қоймайтынын, сол кезде ол ас бөлмесіне тығылып кіріп, өзіне тамақ алып отыратындығын жазған екен. Сөйтіп, ол сол хатты бункердегі шамның батырмасын басу арқылы Кивудың оқып қалуы мүмкін деген ойда күніге жазып білдіртіп отырған екен. Хатты түсініп оқыған Киву бір жоспар құрады. Ол өзінің болашақта көп ақша тауып сол үйді сатып алатынын және әкесіне тек баспалдақтан көтеріліп сыртқа шығу керек екенін, оған дейін өзіне қамқор болуы керек екенін жазады. Солай кино аяқталады. Енді ойластырған жоспарлары орындалады деген үміттемін. Осымен келесі видеомызға дейін қош сау болыңыздар. Келесіде қандай жанрдағы, қай елдің киносына шолу жасайық, пікірлеріңізді қалдырып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер.